Жалпы қазіргі таңда сәләфилік бағытты ұстанушы азаматтардың қолды көкірек тұсына қою бойынша негізгі дәлелі Уайл ибн Худжрдан жеткен: мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен намаз оқыдым, ол оң қолын сол қолының үстіне қойып көкірекке байлады деген сөзі болмақ. Жалпы бұл Хузайфаның сахихында келгені, мен бұның ішінде жеткізуші Мауал ибн Исмаилдің бар екендігін ескере кеткен жөн. Өйткені Ибн Хаджар ал-Асқаланидің Ат-Тахзиб кітабында имам Бухаридің Мауал ибн Исмаилден жеткізген бұл хадисі мункарул хадис, яғни өте әлсіз қабылданбайтындығын жеткізген. Сонымен қатар Дарақутни, Абу Зарға секілді ғалымдар да бұл кісінің білгір екендігін, алайда жаттау қабілеті төмен екендігін айтады. Ал Ханафи мазхабының атақты хадисші, фақихші ғаламдар болып табылатын Ибн Захаби, Ибн Саад, Муауал ибн Исмаил сүннетке берік, аса шыншыл, алайда хадистерді риуаят еткенде көп қателеседі деген. Жалпы төрт мазхабта болсын, қолды көкіректің тұсына, көкіректің үстіне байлау үшін келген арнайы дәлел, дәйекте жоқ екендігін жеткіземіз.